Баршаға сәлем, бұл Miratrix. Біз оралдық. Жаңа маусымның бірінші бағдарламасын өз буынының үздік актерлерінің бірі Хит Леджердің құрметіне арнайын деп шештік. Ендеше жайғасыңыздар, біз бастаймыз. Хитклифф Эндрю Леджер 1979 жылдың 4 сәуірінде дүниеге келеді. Оның ата-анасы австралиялық ақсүйектер, өте бай адамдар. Әкесі мысалы хоккей командасының иесі, және де Хит кішкентай кезінде өте байлар оқитын мектепке барады, және сол мектепте арнайы бір факультативтер керек. Оның анасы балам театрға жақындау бол, театрлық үйірмеге бар дейді, ал әкесі спортқа жақын бол дейді. Сөйтіп Хит ата-анасын қатты жақсы көреді, әкесін де анасын да. Содан екі факультативті бірге алып жүреді, және оған қоса папасының хоккей командасында ойнайды. Хит 10-ға толған кезде оның ата-анасы ажырасып кетеді. Хит мамасымен қалады, содан мамасы қалаған театр үйірмесіне толыққанды кіріседі. Ол кезде Хит әкесінің хоккей командасынан кетіп қалады да, сөйтіп 13 жасында актерлік шеберлікті өзі зерттей бастайды. Станиславскийдің тәсілімен танысады. Сөйтіп сол Станиславскийдің тәсілінің фанаты болып кетеді. Ол да ертеңісіне қатты әсер етеді бұл. Сол жылақ 13 жасар Хит Леджер алғашқы киноларына түсе бастайды. Сол туған Перт деген қаласында. 1996 жылы ол Тер деген олимпиада қатысушылары туралы сериалға кастингтен өтеді. Кішкентайынан спортқа жақын Леджер жүзушінің рөлін алады. Бірақ Станиславский тәсілінің фанаты Хит гей велошабандоз рөлін таңдайды өзі. Өйткені бұл рөл жас актер үшін қиындау, күрделілеу болып көрінеді. Бұл сериалдың рейтингтері төмен болады. Бірақ Хит Мартин Хендерсон деген жігітпен танысып, сонымен достасып кетеді. Хендерсон айтады: Пертте жүре береміз ба? Кішкентай қала ғой, мен білем сені бұл жерде бәрі таниды, сенің ата-анаңды таниды бұл жерде. Бірақ Сиднейге бару керек, сол Сиднейде, Сидней Алматы сияқты ғой енді, Австралияның. Бүкіл движняк сол Сиднейде, давай бірге екеуміз көшейік дейді. Сөйтіп Хит мамасын қимайды, бірақ мамасына барып батасын алып Сиднейге көшіп кетеді, сол Мартин Хендерсон деген досымен. 1997 жылы Хит Сиднейдегі алғашқы рөлін табады. Қара жартас деген фильмге түседі. Онда Хит зорлаушының рөлін ойнайды. Жас дарынды актерді бірден бүкіл Австралия тани бастайды. Содан оны Ақыру деген сериалдың түсіріліміне шақырады. Онда ол Лиза Зейн атты актрисамен танысады. Лиза ол кезде ақш-та сәл-пәл бір кейбір фильмдерде түсіп көрген, уже тәжірибесі бар актриса. Хиттен 18 жыл үлкен болды ол. Дегенмен екеуі бір-біріне ғашық болып, екеуі бірге тұрады, екеуі бірге Еуропаны аралайды. Жас Хитке өмірді көрсеткен сол әйелді негізі. Сөйтіп Лиза Хитке айтады: сен Лос-Анджелеске кеттік, бірге барайық, сен өте дарынды жігітсің. Айналдырған бір екі фильмнің арқасында бүкіл Австралия тани бастады сені, сондықтан ақш-қа барсаң мүмкіндіктерін көбірек болады дейді. Сөйтіп Лос-Анджелеске алып кетеді Хитті. Хит мамасын қимайды, бірақ махаббатқа батып кеткен, ақш-қа кетіп қалады. Содан Лизаның көмегімен ол Стив Александр деген агентпен танысады, өмір бақи сонымен жұмыс істейді. Сол Стив Александр кәдімгі жақын досы болып кетеді оны. Сөйтіп Стив Леджерді жек көруімнің 10 себебі деген фильмге алып келеді. 30 миллионға түсірілген фильм жастар арасында үлкен хитке айналып кетеді. Ал жаман баланы ойнаған 19 жасар Хит Леджер жастар арасында жұлдызға айналып кетеді. Осы жетістіктен кейін Хит Леджердің психологиялық алғашқы бір проблемалары көріне бастайды. Өзін бір қалпы рөлдегі актер болып қалып кетем деп ойлайды. Хит өте қорқады. Ашин жай бір красавчик болып жүрем, содан басқа рөл маған ұсынбайды деп ойлайды. Сөйтіп Хит өзінің билбордтағы түрін көреді, содан кішкене жиіркене бастайды, жабыла бастайды. Өйткені оған бұның бәрі керек емес, оған актерлік шеберлігін таныту ғана керек. Ал билбордтар, қыздар көшеде өтіп бара жатқанда амандасып суретке түсіп кететін, ондайдың бәрін ол онша жақтырмайды.
Содан оның танымалдылығы қатты артады да Лиза Зейн қарым-қатынасты тоқтатайық дейді. Өйткені ол түсінеді, ертең тағы бір фильмге түссін, Хит Леджер бірден өте көп жас қыздар айналасында жүре бастайды. Және мен саған кедергі болмай қояйын деп Лиза Зейн кетіп қалады. Сөйтіп Хитке қысқаша айтқанда жұлдыз болу жақпайды. Сөйтіп ол Австралияға оралады, достарының қасына, мамасының қасына. Сөйтіп, сол жерде бір сәл өмір сүрейін дейді. Бірақ Стив Александр, сол агенті, оған звондайды да ақш-қа қайтарып алады. Өйткені Патриот деген фильм соған себеп болған. Ол кездегі Хит Леджер үшін бұл ең ірі фильм. Басты рөлде австралиялық супер жұлдыз Мел Гибсон, режиссері анау-мынау емес, Роланд Эмерих. Эмерих ол кезде өте бір хит режиссер. Мысалы, қазіргі Дэмиен Шазел сияқты шығар. Өйткені ол Әмбебап сарбазды түсірді, Годзилланы түсірді, тәуелсіздік күнін түсірді, супер блокбастерлер да олар. Сөйтіп соларды түсірген кісі хит сценарийді алады, кастингке дайындалады, түнімен ұйықтамайды. Түнімен ұйықтамай, содан кастингке келіп, ұйықтамағаннан болар, мүмкін шаршағаннан шығар, мүмкін жай ғана қобалжып, толқып келгені кастингтен өте нашар өтеді. Дегенмен оны екінші рет кастингке шақырады да фильмге алады. Онда түсірілім масштабынан қорыққаннан ба, әлде қайттан ұйықтамағаннан ба, Леджер қобалжып бірнеше рет түсірілімін құртады. Содан оған көмекке Мел Гибсон келіп, әке ретінде бірнеше кеңес береді. Леджер фильмді жақсы ойнап шығады. Қызығы, олар фильмде әке мен баланы ойнайды. Сөйтіп фильм 215 миллионнан астам пайда табады. Леджерді бірден тағы бір фильмге шақырады, оның атауы «Рыцарь оқиғасы». Мен мысалы біздің буын жалпы Хит Леджерді сол фильмнен кейін тани бастады. Фильмде басты рөл сомдайды Хит Леджер. Алғаш рет өмірінде, америкалық мансабында алғаш рет Хит Леджер басты рөл сомдайды. Сөйтіп қайтадан басты рөлге түскеннен кейін оның бет-әлпеті түрлі жарнамаларға шығады. Қайтадан оны красавчик деп бәрі біледі. Хит Леджерге қайтадан ол ұнамайды. Сөйтіп ол оған Стив звондайды, сені, өрмекші адамның түсіріліміне шақырып жатыр дейді. Ол айтады, өрмекші адамды ойнасам, өмір бақи өрмекші адам болып қалып кетем дейді. Қоя қой деп, ол рөлінен бас тартады. Ол рөл Тоби Магуайрге өтеді, ал Леджер «Қобалжықтар балы» фильміне түсіп, онда өзіне өзі қол жұмсайтын жігіттің рөлін ойнайды. 4 миллионға түсірілген фильм 11 есе пайда алып келеді. Содан Голливудта Хит Леджер рөлдерін өзі таңдайтын актер деген сыбыс кетеді. Сондай өзінің бір амплуа тауып болады өзіне. Мен сендер ұсынған фильмде емес, өзім таңдаған фильмде түсемін дейді. Дегенмен оның келесі 3-4 фильмі бірден прокаттан құлап кетеді. Сондай бір қасақана 4 проект бірден құлайды прокаттан. Сөйтіп, Хит Леджер өзіне рөлдер таңдайтын адамнан кішкене көрерменді қызықтырмайтын адамның кейпіне өтеді. Сол фильмдердің бірінде Хит Наоми Уотс деген актрисамен танысып, екеуі бір-біріне ғашық болады да, оны бақ өкілдері талқылай бастайды. Леджерге әрине бұл жайт ұнамайды. Ол жалпы жұлдыздық өмірге қызықпайтын кісі. Сөйтіп, оған қоса фильмдер нашар қаражат жинайды. Хит Леджер 23 жаста не бары. Сөйтіп, 23 жастар бала прокаттан құлап атқандарын өзінен көреді. Мен дұрыс ойнамадым, мен кейіпке кіре алмадым, менің кесірім деп ойлайды бәрін. Содан бір жылдай демалмақшы болады, өзінің сценарийін жаза бастайды. Бір шахматист қыз туралы сценарий жазады. Прокаттан қатарының бірнеше фильмі құлағаннан кейін оны шақырмай қояды түсірілімдерге. Сөйтіп, ол да тиеді жас жігітке. 23 жаста саған өрмекші адамды ойна дейді, ал бір жыл өте келе сен ешкімге керек емессің. Сол кішкене тиеді балаға. Австралияда отқан бала. Еще Австралияға оралады. Болады ғой, арман қуып кетесің де, қайттан оралған кезде бір кішкене отылғандай сезінесің. Сол еселеніп сезеді да сонда Хит Леджер. Содан Хитке Терри Гиллиам деген режиссер хабарласады. Агент арқылы емес, өзі хабарласады. Сөйтіп, ағайынды Гриммдер фильміне шақырады. Екінші мұндай мүмкіндік болмайтынын түсінген Хит бірден жұмысқа кірісіп кетеді.
Одан кейін Доктаун патшалары деген фильмге түседі. Станиславскийді кішкентайынан талдаған Леджер бұл фильмде актерлік шыңға жетеді. Доктаун патшаларында. Өйткені көрмесеңіздер, жалпы бұл фильмді қатты кеңес етем. Хитке оралатын болсақ, бағы ашылған актер түсінетті, қазір тағы бір жылдай демалсам, басқа шақырмай қояды деп ойлайды да, өте көп жұмыс істейді. Мансабын қайта бастағандай болады. Еще сондай бір ощущение болады. Өйткені тарихи фильм болды. Мансабының басында да, қазірде. Содан кейін спортшы туралы фильм болды. Мынау Доктаун деген скейтер туралы болды. Енді не істеу керек? Енді гейді ойнау керек. Гейді ойнады ғой мансабының басында. Қазірде сондай бір мүмкіндік бар дейді. Бүкір тау деген фильм бір-біріне ғашық болған ковбойлар туралы кино. Үлкен дауға қалған кино, бірақ 2 Оскар мен Венеция фестивалін жеңіп кеткен кино. Айтпақшы, Венеция фестивалінде сол жылы фестивальге Леджер түскен бірден 3 фильм барады, бірақ басты жүлдені Бүкір тау алып кетеді. Сол фильмде ойнаған Мишель Уильямс деген актриса бар. Бір сахнада қолын жарақаттап алады да, Хит Леджер оны ауруханаға алып барады. Өзі сөйтіп жол жөнекей екеуі жақындасып кетеді, бір-біріне ғашық болады сөйтіп. Содан 2005 жылы фильм шығып жатыр, шу шығып жатыр барлық жерде, мынаяқтың фестивальдарды өтіп жатыр, мынаяқта критиктер ойбай гейлер туралы кино түсірді не бәле деп. Кәдімгі қайнап жатыр ана қазан. Бірақ Мишель Уильямс пен Хит Леджердің қарым-қатынасы содан кішкене зардап шекпесін деп, Хит Леджер сүйіктісін Австралияға алып кетеді. Шудан аулақ жүрейік деп. Және сол жерде Австралияда Мишель Уильямс Хит Леджерге Матильда деген қыз туып береді. Содан Хит Австралия мен ақш-тың арасында қимылдай бастайды, өйткені мынаяқта мансабы өрбіп жатыр, мынаяқта әйелі мен қызы бар. Қиын ғой, Австралия мен ақш-тың арасында мұхит бар деген сияқты. Сөйтіп, келесі 2 жылда Хит Леджер 2 ғана фильмге түседі. Кішкене содан мансабы тоқтамайды, бәсеңдейді. Ол 2 фильмнің бірі Кэнди деген фильм, 1,5 миллион жинаған фильм болса, екіншісі Мен онда жоқпын деген әйгілі Боб Дилан туралы фильм. Көптеген жүлделерді иеленген кино, бірақ Хит одан айтарлықтай пайда таппады. Жалпы Хиттің жүлделерге деген бір қарым-қатынасы қызықта, оған бәрібір негізі жүлделерге достар отып атса соған риза болады, бірақ өзінің өте дарынды актер екенін түсінеді ғой, бірақ сонымен қатар оның жүлделері болмаған. Ол да бір қызық тарих шығар, бір тағдыр сондай да. Содан Хит Австралияға кетіп қалады, отбасымен уақыт өткіземін дейді, сөйтіп ұшып қонып шаршаған адам ғой енді. Үзіліс аламын дейді кішкене, актерлік шеберлікте, актерлік мансабында. Сөйтіп әйеліне Сахина сыйлайды, үйленеді әйелімен, махаббатқа бөленеді, бірақ бір кезде оған Стив звондайды ғой, әрине. Сөйтіп Хит Леджер әйеліне қазір мен ақшқа барам да келем, бір режиссер күтіп жатыр, сонымен сөйлесу керек. Сөйлесем де қайтып келем дейді. Сөйлескен режиссері оның Кристофер Нолан, және сөйлескен рөлі ол Джокер. Ал Джокер қаншалықты күрделі кейіпкер екенін түсінетін де шығарсыз. Сөйтіп Хит Леджер әрине бұл мүмкіндікке басы кетіп қалады. Сөйтіп Австралияға қайтып келіп, Мишель Уильямске айтпайды ғой, айтпай ма, мен түсетін болдым, өте күшті бір кейіпкер, кешір, одан бас тарта алмадым дейді. Мишель Уильямс, ол да жас қой енді ол кезде. Содан шығар ренжіп қалады, Сахинасын қайтарып береді Хит Леджерге, және де қызын алып кетіп қалады Хит Леджерден. Сүйіктісінің кеткенін түсінген Хит Леджер рөліне басымен батпақшы болады. Ол бір айға бір бөлмеге жабылып, өзінің Джокерін құрастыра бастайды. Одан не шыққанын бәріміз де біліп тұрған шығармыз. Айта кетерлігі, Гэри Олдман мен Майкл Кейн мысалы Леджердің Джокерін көріп, шошитын кәдімгідей. Площадкада көрген кезде, түсірілім алаңында Джокерді көрген кезде екеуі шошып кетеді екен. Леджер гримне дейін кейіпкерін өзі ойлап табады, бір сахнада арқасын жарақаттап алады. Сөйтіп Хит ауырғанды басатын дәрілерді жұтып, ары қарай ойнап кетеді.
түсірілім алаңының ар жағында Леджер Мишель Уильямстың кеткеніне депрессияға ұрынады. Содан алшақтайын деп түнімен баяғы сценарийін жаза бастайды шахматист қыз туралы. Сөйтіп түнімен ананы жазып ұйқыдан айырылып кетеді. Бір жағынан депрессия, бір жағынан арқасы ауырып жатыр, бір жағынан ұйқы жоқ. Сөйтіп оны құтқаратын жалғыз мекен түсірілім алаңы да. Түсірілім алаңында ол ауырғанды сезбейді, депрессияны сезбейді, ұйқының қажеті жоқ, тек қана сүйікті ісімен айналысады. Содан сол ғана бақыт көзі да ол үшін ол кезде. Содан Хит Джокерге түсірілімді бітіре сала Терри Гиллиамның, сол өткенде мәнсабын құтқарып қалған Терри Гиллиамның келесі фильміне кірісіп кетеді. Фильмнің атауы Доктор Парнастың елестеткіші. Осы түсірілімде Хит тұмау ұстап қалады, дегенмен ұйықтай алмайтынын түсініп, сахналарды тәулік бойы түсірмек болады. Одан ыстығы көтеріліп кетеді, оны түсірілім алаңындағы кісілер бірнеше күнге демалысқа жібереді. Содан Хит Нью-Йорк қаласына келеді. Нью-Йорк қаласында өзінің пәтері бар. Ұйқы жоқ, Бэтменнен қалған жарақаты бар, депрессиясы бар. Сөйтіп Хит Леджер алдымен арқасының ауруын басатын дәрілердің екеуін ішеді. Одан кейін депрессияға қарсы бір-екі дәрі ішеді. Одан кейін ұйқы жоғын түсінеді, ұйқыны шақыратын бір-екі дәрі ішеді. Ал оларды араластыруға болмайды екен. Оны Хит Леджер білмейді, әрине. Сөйтіп араласып кеткен дәрі ұйқы шақырам дейді, сөйтіп 2008 жылдың 22 қаңтарында мәңгілікке ұйықтап кетеді Хит Леджер. Елестеткіш түсірілімі әрине тоқтап қалады. Біраздан кейін Хит Леджердің соңғы рөлі болғасын Терри Гиллиам фильмді бітірмекші болады да, Джуд Лоу, Колин Фаррелл мен Джонни Депті шақырады. Олар сол Хит Леджердің кейіпкерін соңына дейін ойнап бітеді. Бірақ сол фильмнен түскен қаражатты 3 актерде Хиттің қызы Матильданың шотына аударады. 2009 жылы Оскарда Хит Леджер Джокерді ойнаған үшін жүлдеге ие болады. Оскар биыл Леджердің 18 жасар қызы Матильданың меншігіне өтті. Оның алдында Мишель Уильямстың үйінде тұрған. Бүгін актердің көз жұмғанына 16 жыл толып жатыр ма? 16 жыл. Дегенмен оның сомдаған Джокері мысалы әлі де көрерменнің есінде, әлі көрерменнің арасында талқыға салынып жатыр. Әлі де жаңа Джокерлер шыққан кезде, мына Хит Леджерге жетпейді ау деген бір кішкене ой бар. Сөйтіп бір қызығы өте дарынды, өзінің буынының ең дарынды актері шығар, жүлдесіз жүрді. Алған жүлдесін қайтыс болғаннан кейін алды, ол өзі көрмей кетті сол жүлдесін. Және тағы бір қызығы, өмір бақи бүкіл мансабында бір кейіпте қалып қоям есте деп ойлаған Хит Леджер ақыры Джокерді ойнап, сол әліге шейін қайтыс болғанына 16 жыл болса да, әлі де сол Джокер болып есте қалып кеткен адамның есінде. Сондай бір қызықты тағдыр, сондай бір қызықты әзіл десек болады. Джокер әзіл қой болған есептегенде, сондай бір тағдырдың әзілі. Өздеріңізді сақтаңыздар, келесі көріскенше. Сау саламат.